Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Театрымыздың кішкентай, тәп-тәтті көрермендері. Ал менің кішкентайларым, бүгін сіздерге Алматы қаласындағы Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының кірпіш қалаушыларының бірі, алғашқы қызыл телпекпен Буратиноны ойнаған Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Аққағаз Мәдиқызы Мамбетова туралы айтам. Ол кісі 1923 жылы 10 қаңтарда Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданында дүниеге келген. Қазақстанда балаларға арнап театр ашу мәселесін көтерген Наталья Ильинична Сац болған. Ол кісі соғыстың аласапыран жылдарында жас бүлдіршіндердің көңілін аулап, олардың еңсесін көтеру керек екендігін үкіметке, өнердің жанашырларына дәлелдеген. Сонымен Наталья Ильинична Сац әуелі орыс балалар мен жасөспірімдер театрын ашуға келісім алды. Сөйтіп, 1945 жылдың 7 қарашасында балалар мен жасөспірімдер театрының орыс труппасы Шварцтың Қызыл телпек спектакльмен ашылды. Қызыл телпекті ойнаған Аққағаз Мамбетова болатын. Біраз дайындықтар жүргеннен кейін қазақ труппасы 1948 жылдың 4 шілдесінде Алексей Толстойдың алтын кілтімен өз шымылдығын ресми түрде ашты. Өздеріндей балалар спектакльді көріп, өзгеше шаттыққа бөленіп, қойылымды қуана тамашалады. Буратиноны ойнаған Аққағаз апай болады. Балалар, сіздер ойлайтын шығарсыздар. Неге Буратиноны Аққағаз апай ойнады? Ол ұл бала емес қой деп. Ол орында сұрақ. Театр әлемінде амплуа деген болады. Бір әртістер батырларды, бірі ханшайымды, бірі жағымды, бірі жағымсыз, тағы басқар кейіпкерлерді ойнайды. Ал Аққағаз апай Қазақстанның және Орта Азияның алғашқы травести ампуласындағы актриса. Травести итальяндық тілінен киім ауыстыру деген мағына береді. Негізінен актриса ұлдардың, жасөспірімдердің, қыздардың рөлдерін, сондай-ақ ер адам костюміне киінуді талап ететін рөлдерді ойнайды. Театрда кішкентай ұл балаларды, жасөспірімді ойнау үшін кейде қыз бала актрисалардың қызметіне жүгінеді. Ұл бала актер тез жетіледі, өсіп кетеді, дауысы өзгереді, мутация дейді дауыстың. Ал травести актриса ұзақ жылдар бойы бірдей рөлді ойнай алады. Бұл екінің қолынан келмейтін балалар. Ал Аққағаз апайдың актерлік шеберлігі, дауыс диапазоны да жоғары болатын. Ал жас келе сайын Аққағаз апай үлкендердің образын бірден сомдауға көшті. Аққағаз апай жоғары кәсіби актриса болатын. Ол негізінде 1945 жылы Мәскеудегі бүкіл одақтық мемлекеттік кинематография институтын бітірген. Ол жерде театр және кино актері, режиссер, ұстаз, атақты Борис Андреевич Бабичкиннің шеберханасында дәріс алған. Сонымен 1946 жылдан бастап 54 жыл бойы осы киелі сахнамызда өнерімен өздерін сияқты балаларды қуантты. Ал Буратино спектаклін қойған театрдың қалаушысы және көркемдік жетекшісі Наталья Ильинична Сац болған. Ол осы спектакль арқылы театр өнерінің ғажайып сырға толы тылсым күшін көрсете алады. Әр кейіпкердің іс-әрекетін нақты белгіледі. Аққағаз апай Буратиноны керемет ойнады. Көрерменнің сүйікті Буратиносы алғаш рет қазақша сөйлеп, қазақша ән салды. Аққағаз апайдың Буратиносы алғыр, тапқыр, ақылды, батыл, адамгершілігі мол болды, шынайылығы көп болды. Ал көріп отырған көрермен таң қалып отырды.
Сахнада шынайы ағаштан жасалған кішкентай бала жүгіргендей әсерде болды. Аққағаз апай Буратиноның пластикасын, қимыл әрекетін, жүріс-тұрысын дәл тапқан. Осы әлеммен танысуға, білуге құштарлығы мол болды. Оның көздері жарқырап, ақыл мен айланың отын шашып, ал ұзын мұрны әр жерді байқап, бәріне сенімділікпен қарап, бір жақсылық істесем екен деп, біреуге көмектессем екен дегенмен болды. Бірақ кейде қиын жағдайға түсіп қалатын. Ал ондай кезде сынбайтын, еңсесі түспейтін, батыл болатын. Өз достарымен бірге қатал да, залым Қарабас Барабасты, қу түлкі Алисаны, мысық Базилионы жеңді. Ал Карла атаймен сахналары өте әсерлі болатын. Мейірімге толы, әке мен баланың арасындағы жылулық пен сүйіспеншілікке толы көріністер өздерін де, көріп отырған көрермендерді де ләззатқа бөлейтін. Бірнеше буынның есінде қалды Аққағаз апайдың Буратиносы. Ол басын жоғары көтерген, мақтанышпен қолында үлкен әліппесін ұстаған. Көріп отырған балаларға татулық, ауызбіршілік, білім болса, ешқандай жау, дұшпан қарсы тұра алмайтын дегендей болатын. Көрермен театрдан кетсе де, оның құлағында Буратиноның айтқан әні келетін. Ей жарандар, көріңдер, мұрнымның ұзындығын, көрсетейін, келіңдер, ертегінің қызығын. Шөрке болған мен бұрын, бала болдым біз мұрын. Боламын мен ақылды, ұғынатын сөз қырын. Аққағаз апай Буратиноны орыс труппасымен де ойнаған, екі тілде таза сөйлейтін. Театрда ойнаған рөлдері 100-ден асатын. Бірақ әр қайсысының өзгеше ойнайды. Сол Буратинодағы тапқан алтын кілт образ жасауына көмек көрсеткендей болды. Әр рөлде өз кілтін тауып отыратын. Мысалы, Жас абайда Қияспайды ойнады, Мұз патшайымда Қарақшы қызды, Тау қызында Судайнатты, Менің атым Қожада Жанарды, Алтын сақада Ақмаралды, Әке тағдырында Жеңісбекті, Ұзақ жолда Балташты, Арманы мәселімде Саматты, Махаббат неге оянбады да Серікті, және тағы да басқа көптеген рөлдерді сомдады. Біртіндеп, жасы ұлғайған сайын комедия рөлдеріне де көшті. Аққағаз апайымыз актерлік жұмыспен қатар 1953 жылы Мәскеуде жоғары режиссерлік курсты бітірді. Және Қазақ радиосында да қызмет етті. Аққағаз апайдың дауысын балалар бірден танитын, радио спектакльдерден және бірнеше бағдарламалардың жүргізушісі болды. Олар Жұмбақ шал, Ерден атаның ертегілері, Ойлан, Тап. Және балалар, Аққағаз апайымыз дубляжбен де айналысты. Дауысы, дикциясы таза, анық болатын, ырғағы, әуені керемет болған. Аққағаз апайдың өмірі қызық та, қиын да, сәтті де болды. Шаңырағы өнер атмосферасына толы болған. Өмірлік жары Қазақстанның халық суретшісі Әубәкір Исмаилов болған. Бауыры атақты Азербайжан Мәдиұлы Мамбетов, режиссер, КСРО-ның халық әртісі, қыздары Ләйла балетмейстер, Гүлзамира продюсер, режиссер, және де ұрпақтары өнер саласында күні бүгінге дейін қызмет атқарып жүр. Аққағаз апай 2004 жылы өмірден кеткенге дейін жүрегінде театрға деген сүйіспеншілігін сақтады. Сахнаға шыққанда жүрегіндегі жылулықты көрермендерге, өздеріндей балаларға шашты. Сонымен менің кішкентай достарым, біз бүгін қазақтың алғашқы Буратиносы Аққағаз Мамбетовамен таныстық. Оның есімі Буратиносы тарихта мәңгілік қалды. Ал менің кішкентай достарым, театрымызда кездескенше сабақты жақсы оқимыз. Сіздерге менің сұрақтарым бар. Бірінші сұрақ: балалар мен жасөспірімдер театры қашан және қай спектакльмен ашылды? Екінші сұрақ: Буратиноны ойнаған кім? Үшінші сұрақ: Буратино спектаклінде тағы қандай басқа кейіпкерлер бар?